Қазақ халқы ежелден қонақжай халық ретінде белгілі. Үйге келген әрбір қонақ құт деп есептеледі. Қонаққа арнайы қонақасы дайындалып, ең сыйлы мүшелер бас, жая, қазы ұсынылады. Үлкенге төрден орын беріледі. Қазақтың қонағы 4 түрлі болады. Біріншісі арнайы қонақ, екіншісі құдайы қонақ, үшіншісі қыдырма қонақ, төртіншісі қылқыма қонақ. Қазақ үшін қонақты сыйлау адамгершіліктің, мейірімнің белгісі. Бастаңғы үйдің үлкендері сапарға кеткенде жастардың өзара көңіл көтеру кеші. Жастар жиналып, ән айтып, би билеп, ойын ойнайды, қызықты әңгімелер айтады. Бұл дәстүр арқылы жастар достық, ұйымшылдық, мәдениеттілік қасиеттерін көрсетеді. Бастаңғыда үлкендерді жамандау немесе теріс әрекеттер жасауға болмайды. Ол да қазақы әдептің белгісі. Бесікке салу жаңа туған сәбиді алғаш рет бесікке бөлеу рәсімі. Бұл рәсімді көбіне құрметті, көп балалы әжелер мен аналар атқарады. Сәбиді бесікке салар алдында оған таза жайалып, түбек, көрпе салынып, түрлі ырымдар жасалады. Мақсаты баланы ұйқысы тыныш, дені сау, мінезі жайлы етіп өсіру. Бесіктің үстіне 7 түрлі дәм қойылып, әйелдер батасын береді. Тұсау кесу баланың алғаш қадам басқан қуанышты сәтін атап өтетін дәстүр. Баланың аяғына ақ пен қара жіп ала жіп байланады, бұл адалдық пен өмір жолының ашық болуын тілейді. Тұсауды көбіне ақ пейілді, өмірі өнегелі адам кеседі. Тұсау кесілген соң балаға сыйлықтар беріліп, жүрісің ширақ болсын деген тілек айтылады.